Сәлем достар, бұл қайтадан сіздермен бірге Ave Adicus, бұл жаңа шығарылым. Бұл шығарылымда мен Дубайдағы ескі кедей аудандар, яғни микрорайондармен жүрем. Сол жайында түсіретін боламын. Жалпы әр қала әдемі жерлермен ғана емес, сонымен қатар осындай лас кедей жерлерде сол қалаларда көп. Соның бірі гастарбайтерлардың көшелері, яғни осы жаққа елін тастап, жерін тастап жұмыс жасауға келген Үндіс, Бангладеш, Шри-Ланка, Таиланд, Филиппины, Пакистан, Иран, Ирак елдерінен келген жұмыскерлердің аудандары өте лас, қоқыс. Анау тұрған, яғни Шарджа. Әдем-әдемі ғимараттар, әсем, керемет. Ал біз қазір кедей ауданындамыз. Бізге бейбілдатып жатыр, яғни салам алейкум деп десем. Ойнап айтам. Бәрі біз ойлағандай әрине идеалды емес. Ар жақтағы фон мен бер жақтағы фон өте әсерлі, контраст шыны керек. Жапонияның машиналары өте көп. Honda, Lexus, Toyota, Mitsubishi міне, Nissan. Бір жаманы, бір минусы өкінішке орай жаяу жүретіндерге, біз сияқты жаяу жүріп, әрбір минусын, плюсын көріп бағалайтын туристерге, жаяу жүретін туристерге өте қиын, пешеход жоқ, яғни өту өте қиын, мүмкін емес деп айтсам да болады. Қарсы тұрғанда мен артымдағы көше, жаяу жүріп отқан ешкім жоқ, кедей ауданында болсақ та. Жүгіріп өтуге болады, егерде бірақ осы жақтың ГАИ қызметкерлері сізді көрсе, полиция қызметкерлері үлкен көлемдегі штраф, айыппұл салады, айыппұл төлеуге тура келеді. Амал жоқ, жүгіріп өтуге тура келеді. Не істейміз осы? Баратын жерлер өте көп. Кеттік. Керемет контраст. Қарапайым аудан, және де туристерге, байларға арналған аудан. Кіріп баратырмыз, екеуінің ортасындамыз. Дубайдың қарапайым аудандарында жүріп, мынандай қорытынды шығардым. Біздің қазақтар негізі таза екен. Шыны керек, біз таза өмір сүреміз. Біздің Қазақстандағы осындай базарларға баратын болсаңыз, мынандай мусор жатпайды. Бізде міндетті түрде тазалайды. Ал мұнда қараңыздар, қоқыс лақтыра береді, бөтелке. Бұны туристер емес, туристер бұлай тәрбиелеген жоқ. Бұл жақты жергілікті гастарбайтерлары осындай нәрсеге жеткізді. Қараңыздаршы. Барлығы салынып жатыр. Алына қарапайым адамдарға ештеңе жоқ. Біз қазір Шарджа және де Дубайдың шекарасындамыз. Мен досым Ернар әзер дегенде жолдан өтті. Пешеход жоқ мұнда, мүлдем. Ал өтуіңмен ал. Қорқынышты болды, екі жаққа команда. Достар, мен арнамнан алсамаңыздар, әр жұма сайын менің жаңа шығарылым шығып отырады. Мен сіздермен қоштаспаймын, сіздермен бірге болған Ave Adicus, сау, саламатты болыңыздар.